Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін сіздерге моделирующий массаж түрін көрсетемін. Яғни күнделікті жасалатын крем немесе масканың алдында жасалатын массаж түрін көрсететін боламын. Менімен бірге болып каналыма тіркеліп жазылып алыңыздар. Мені қолдап қойыңыздар. Бұл массаж беттің пішінін, овал лица дейді ғой, соны түзетуге көмектеседі. Екіншіден, ол маңдай әжімін кетіруге көмектеседі, яғни болдырмауға көмектеседі. Және беттің ісігін алады, көз астындағы қапшықтардың, қалташық болады ғой кейбіреуінде мынандай жерде бүйтіп, соны кетіреді және көздің алдындағы ісікті кетіретін болады. Ендеше бастайық. Міндетті түрде массаждың алдында беттеріңізді тазайтып жуып аласыздар, қолдарыңызды тазайтып жуып аласыздар. Бетіңізге май немесе крем жағып алыңыздар. Қолымызды қыздырып аламыз, мінекей бетімізге жағып болдық. Енді міндетті түрде массаж жасаған кезде мойындарыңыздан бастайсыздар. Мойындарыңызды осылай 3 бөлікке бөліп аласыздар. Мына 3 саусақпен мына жерден бастап, мына жерге дейін 3 бөлікке бөліп, осылай уқалайсыздар. Батырыңқырап, кәдімгідей массаж жасағандай өздеріңізге уқалайсыздар. Мойындарыңыз жеңілдеп, рахатқа бөленіп қаласыздар. Осылай уқалайсыздар. 30 немесе 30 секунд немесе 1 минут арасында осылай мойынды уқалаймыз. Одан кейін осы мойында осылай итереміз. Яғни біреусі астынан, біреусі үстінен, яғни осылай жүріп шығамыз. Келесі астынан, біреусі үстінен. Екіге бөліп, осылай қиғашынан осылай мойындарыңызды босаңсытасыздар. Келесі мойынға жасалатын түрі ол бұлай төбеден ұстайсыздар да төмен қарай жібересіздер. Барлық напряжениені төмен қарай жібересіздер. Енді бетімізге келеміз. Бетімізді алдындырып көрейік. Осылай. Мына жерден былай ұстап аласыздар. Бұл сіздің бетіңіздің пішінін шығарады. Иегіңіздің астындағы жерден бүйтіп бірге ұстайсыздар. Бетімізді қоса көтереміз. Құлаққа дейін. Келесі, ол бізде маңдай. Мына сұқ саусақпен жоғары қарай асықпай көтереміз. Екі сұқ саусақты бірінші осылай төбеге қарай көтеріп аламыз. Осылай және осылай екі жаққа қарай. Бізде бетімізде көптеген бұлшықеттер бар. Солар жұмыс жасау керек. Екінші рет қайталаймыз. Бұл сіздің маңдайыңыздың әжімдерін жазатын болады. Келесі жаттығу ол көзіміздің, қасымыздың асты. Яғни сәл көтеріп, көзімізді жоғары көтереміз. Қастың асты
көбінде бос келеді, сондықтан көздің үстіндегі қабақ салбырап солай босаңсып кетеді. Және мұқият жасаңыздар, қатты царапать етіп жасамаңыздар, тырнап алмаңыздар. Бұл жер өте нәзік келеді. Мынаны жасаған кезде көздеріңіз демалады. Келесі біздің мына саусақпен көзіміздің астын былай тартамыз. Май жағып алыңыз, немесе крем жағып алыңыз. Көзіңіздің астына пайда болатын қапшықты кетіретін болады. Тоже жоғары қарай көтереміз. Жасап көріңіздер, ерінбей. Өте керемет сезімде боласыздар. Осылай жоғары көтересіздер. Енді мына сұқ саусақпен қастың үстін қаттырақ басамыз. Жаңағыда жай басатын болса, қатты баспай. Ана қастың үстін прям қатты басасыздар. Сүйекті сезініп басасыздар. Қастың үстін. Сол кезде жаңағы көтерілген нәрселер осымен бекітіледі. Қараңыздар, менде қасым көтеріп қалған сияқты. Келесі, мына мұрнымызда. Осы жерде, мына жерден жоғары қарай осылай итереміз. Саусақпен. Сол кезде сіздің бетіңіздегі мына жерде көгеріп тұрған ісіктер, мына жерде тұрған сулар кетеді. Және тынысты жақсы ашады. Осылай басасыздар. Прям сүйекті сезініңіздер. Енді мына 4 саусақпен, немесе 3 саусақпен осылай мына жерден қойып жоғары қарай көтереміз. Бұл сіздің бетіңіздің овалын дұрыстайды, яғни пішінін дұрыстайды. Жоғарға көтереміз. Көрдіңіздер ме? Мен шашым көтеріліп кетіп жатыр, мән бермеңіздер. Өзіме де бірге, сіздермен бірге жасап отырмын. Біздегі жаңағы көтеріп жасаған массажымызды сонда бекітетін боламыз осылай. Яғни салбырауды алдын алады. Беттің әжімін жоғары қарай бетті көтеріп, әжімді болдырмауға тырысады. Осылай көтереміз. Енді бетіңізге көп жасаудың қажеті жоқ. 30 секунд немесе 1 минуттың арасында әр жаттығу, әр массаж түрі. Келесі, соңғысы ол бетімізді мынандай бетімізді ұрғылаймыз. Расслаблять етіп бетімізді ұрғылаймыз. Енді ары қарай беттеріңізді тазалап жуып, маймен жасаған болсаңыздар, міндетті түрде салқын суға салынған сумен басып бүйтіп майын аласыздар, сосын барып жуасыздар. Бетті тазалап жуып, одан соң өзіңіздің тоникіңізді жағып қолданып жүрген. Одан кейін маска қойсаңыз болады. Немесе масканы қойып болған соң жуып, қайтадан креміңізді жағып аласыз. Немесе маска жасамасаңыз, креміңізді жағып, түнгі креміңізді жағып, ұйықтай берсеңіз болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, мені қолдап қойыңыз. Тіркеліп қойыңыз. Сымбатпен бірге жасап, менімен бірге жасап, жасарып жүріңіздер. Сау болыңыздар.